Рахмет. Құдай-ау, антрактен кейін шаршап қалғансыздар ма? Той құтты болсын ағайын, көңіл қалай. Кәні. Рахмет. Шаршамаймыз ағайын. Біз енді ғана тойымыздың бел ортасына келіп жеттік. Ендеше баршаларыңыз біздің Нұргүл анамыздың мерейтойына арналған салтанатты мерекелік дастарханның екінші бөліміне қош келдіңіздер дейміз ағайын. Қош келдіңіздер. Бәрекелді. Барша енді біздің мамамыздың, аяулы анамыздың жақсылығының жанынан табылған қадірменді жақсылар, кешіміздің екінші бөлім бетпердесі ашық деп жариялаймыз. Енді екінші бөліміміздің бетпердесін бір керемет әдемі тосын сыймен, яғни бір сюрпризбен бастағанды жөн көріп отырмыз. Нұргүл апай, сіз мына жерге бір отырып алыңызшы. Қазір өйткені сізді құттықтап бір ерекше қонақтар ортаға шығайын деп тұр. Ол қонақтарды мен хабарлайын. Ендеше сіздер де ол кісілердің бір өнерін бағалап, бір әдемілеп қолдап отырсаңыздар деген ниетіміз бар. Арнайы анамыздың тойында, әжесінің тойында, той сахнасының төріне сіздердің ерекше қошеметтеріңізбен мен Ерсұлтан мен Алтынайдың қыздарын, папамыз бен мамамыздың жиен немерелерін ортаға шақырайын. Ясина мен Ақбөбек деген балапанымызға бір қошемет ұрып қойыңыздар. Мамамыздың туған күніне әдемі құттықтау ән. Сіздер енді барынша қолдап отырыңыздар. Бір шапалақ ұрып қоясыздар ма? Алдымен шабыт беріп. Ал кеттік қанеке. Мама, бүгін сенің туған күніңмен сені жақсы көрем, мама. Бүгін сенің туған күніңмен сені жақсы көрем, мама. Жаным мама, мама. Бүгін сенің туған күніңмен сені жақсы көрем, мама. Бүгін сенің туған күніңмен сені жақсы көрем, мама. Жаным мама.
Ясина Ақбөбек Алтынай, Казахстан. Отырыңыздар. Жүріңіздер. Машалла. Үшеуміз келекші. Біздің кішкентай балапандарымыздың және де анасына деген кішкентай ғана жүрегімен үлкен махаббатын әдемі әнімен жолдаған Алтынайдың әні көңілдеріңізден шықты ма? Рахмет. Енді бұдан бөлек, әннен бөлек үшеуінің образына да бір баға беріп шапалақ қойыңыздаршы. Қандай керемет. Үлкен еңбек жатқаны көрініп тұр. Алтынай ханым, құтты болсын. Екі балапанның бүгін тұсаукесері болып жатыр. Көпшіліктің алдына шығып, алғаш рет ән орындап жатыр ағайын. Болайын деген баланың бетінен қақпа, белім бу деген еліміз ғой. Айналайын ақ көңіл, қазақ елі балапандардың өнерін бағалап, осындай сый-сияпат ұсынып жатқан меймандарымызға рахметімізді айтамыз. Қазақта өнер сатылмайды, өнер бағаланады дейді. Ендеше балапандарымыз өнерін бағалап жатқандарға үлкен рахмет. Алтынай ханым, супер. Дауысыңызда, әніңізде өте керемет. Екі балапан тіл көзден аман болсын. Шапалақпен шығарып салайық. Көп-көп рахмет. Рахмет. Поклон беріп тұрған кішкентай балапандардың жүрегінен айналып кетесің ғой. Ал кешіміздің әдемі, Құдай жәндерім, құтты болсын. Ал кешіміздің екінші бөлім бетпердесін Нұрлан әкеміз бен Нұргүл апайымыздың достарының әдемі тілегімен ашатын боламыз. Ендеше ортаға Бейбіт көкеміз бастаған Алма апай, Бақчан ағамыз Дүрия ханым, Қанапия көкеміз Күлпаш апай, Сержан мырза Ғайша ханым, Бекен Фарида, Сәбит Айсұлу, Нұрдос Күлсара, Кеңесжан, Гүлбан, Ерлан, Жанат, Манат, Алма, Тілебалды, Зейнегүл атты меймандар шақырамыз. Ал біздің Нұрлан көкеміздің роддомнан келе жатқан достарын қарсы алыңыздар. Кеттік. Билеп, 63-тер. Алатауды айналып, осы аспаны ойланып, әлем бір сәт қалғандай кірпігіңе байланып, ей алтынай, алтынай, арманай, бәрде атта қалғанай, бір күнгідей болмадай, арман қуған ей алтынай. Рахмет. Ал, қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Айналайын ма. Қарасаздың қыз жігіттері, өздеріңізді көргенімізге, Саржаздың көргенімізге қуаныштымыз. Көгет, құтты болсын тойларыңыз. Мен қатты риза болып тұрмын негізі. Өйткені көп тойда жүреміз ғой енді. Той иесінің достары дегенде бір айналдырған 5-6 адам шығады көп жерде. Бірақ қараңызшы, сіздің достарыңыз бір бөлек, маманың достары бір бөлек. Үлкен бақыт қой, қуаныш. Аман болыңыздар. Орталарыңыз азаймасын. Әрқашан осылай көппен көрген ұлы той бір-бірлеріңіздің қуаныштарын шапқылап жүре беріңіздер. Ұзақ ғұмыр тілейміз сіздерге. Енді тілекті бастайық. Той сіздердікі ғой енді. Той сіздердікі. Бір екі жігіт, екі қыз сөйлеп, қалғанымыз қосылсақ келісесіздер ма? Одайына керемет сый-сияпат табыстайық. Ал бастайық енді. Ағалар бір топты жарып, бір ортада болады ғой өзі. Келіңіз. Ал енді мынау Нұрлан, Нұргүл бүгін үлкен той жасап, қаншама қауымның басын қосып, өздеріңді бар екендерін көрсетіп, көргендіктеріңмен ата жолын қуып, үлкен той жасап жатсыңдар, осы тойларың құтты болсын. Міне 60 жас деген Нұргүл енді әрине бізден кішірексің ғой сен әлі. Дегенмен де бір кезде осы Мұрат атамыздың үйіне жап-жас келін болып түскен едің. Міне бүгінгі күні 60-қа келіп өзің ел анасы атанып отырсың, ел анасы болып отырсың.
Бұдан да ары қарай жалғасын тауып 70-80-90 жасап осы елдің жұртының ортасында Нұрлан екеуің сыйға бөленіп аман есен болып мына бала шағаларының қызығын көріп жақсылықтарын қуаныштарына тоймай сол 90-да ары қарай еңсеріп кетесіңдер ғой енді соға дейінді сендерге денсаулық амандық тілейміз осы балалардың қуанышын көріңдер. Рахмет. Ал енді Нұрлан, Нұргүл, мынау енді 60 жасың Нұргүл құтты болсын. Мынау өмірде бақытты бол, бар жақсылық тілем. Өмірлеріңге жете беріңдер. Ассалаумағалейкум, тойшыр қауым. Нұрлан, Нұргүл, енді бүгінгі Нұргүлдің туған күні ғой. Туған күнің құтты болсын, бар жақсылықты тілеймін. Аман бол, осындай жастың бірнешеуіне кел. Той-тойға лассың. Аман болыңдар. Ал ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Енді мынау тойларыңыз құтты болсын. Ал Нүке, мынау енді Нұргүл 60 жастар құтты болсын. Мына Нұрлан осы кішкентай кезімізден бәріміз бірге өскенбіз енді ауылда. Нүке міне көшіп кетті. Енді мынау енді не дейміз мынау? Тойларын той ауласын. Мынау осы деп немерелері қызықтарын көріңдер. Балаларын үйленбеген балалар үйленсін, келін алыңдар енді осындай. Бәрлеріңіз осындай той болсын енді. Рахмет. Қазақтың той бітпесін. Рахмет. Ал, апайлар, қыздар жақтан. Қош келдіңіз. Ал енді, құрметті тойшыл қауым, құрметті еліміз, жұртымыз, ұстаған оразамыз қабыл болсын. Бағынан бері айтылып жатқан тілектердің бәрі Алланың құлағына шалдықсын. 30 күн оразамызда аман есен ел жұртымыздың ішінде осындай той думанда жүре берейік. Алтын досымыз, ақ жүрек алтындарым, екеуіңнің жүректерің кең. Тумасақта туғандай құрылысымыз ғана ауысқан жоқ, басқа бірге өмір сүріп, Құдай берсе 60-тың төріне де кеп қаттық. Ал баяғыда шешелеріміз 60-қа келсе, ойбай, деуші еді, неужели біз келесі жыл 60-қа толығамыз деп. Енді ұят екен. Кәдімгіде есейіп қаптық, ақыл қоссын. Нүке, 60 жасың құтты болсын жаным. 60-тың екеуіне кел, Нүкең бауырым екеуің ойнап, күліп, көктемнің гүліндей жайнап жүре беріңдер. Не керемет айда, керемет уақытта Алламыздың бүткіл мұсылман қауымның тойында 2-30-ға қапсыз. Бала шағаңыздың қызығын көрсін, ел жұртыңыздың арасында алқып-чалқып жүре беріңіздер. Достарыңыздың атынан сияпат. Бәрекелді. Ал, қошемет ұрып қойыңыздар. 63-дің атынан әдемі гүл шоқтары. Ал енді қайырлы кеш той қонақтар. Мына той құтты болсын. Бағынан бері беріліп атқан бата тілектер бәрі қабыл болсын. Ең басты байлық, Нұргүл, сендерге мықты денсаулық тілеймін, әйел бақытын тілеймін. Енді әудемейтін қазақ жоқ қой. Қырылдаған, дырылдаған баритон даусымен бір ән айтып берейін сендерге арнап деп. Достарым ба? Жоқ та. Біздің ауыл кегеннің аршетінде, біз отырмыз тойыңның бір шетінде, беу жолдастар. Мұнда айтпаған өлеңді қайда айтамыз, туыстардың бас қосқан құрметіне, беу жолдастар. Ал жолдастар жол болсын, дастарханың мол болсын, бізден тілек сол болсын, денсаулығың зор болсын ай. Мен айтайын өлеңнің қайырмасын ай. Бұдан басқа ән білсем бұйырмасын, беу достар ай. Ән білмеймін дегенім жалған сөзім ай. Құдай бізді өлеңнен айырмасын, беу достар ай. Ал достарым жол болсын, дастарханың мол болсын, бізден тілек сол болсын, денсаулығың зор болсын ай.
Бала шағаң ер жетіп күн досындай той болсын ай. Ебелектеген шөп екен, қыз бейнеті көп екен. Бірге тумақ болса да бірге жүрмек жоқ екен ай. Қарағайдың қабығы қайрылмастай болса екен. Бір анадан туғандар айрылмастай болса екен ай. Бала шағаң ер жетіп күн досындай той болсын ай. О, Алма апай. Алма, Саржас. Суретке түсейік. Сіздер ортаға келіңіздер. Жаңағы гүл қайда? Жаңағы гүл қайда? Жаңағы фотоға түспейміз ба? Жаңағы гүл қайда? Девочки. Я. 63-тердің атынан келген әдемі гүл шоқтары. 63-тер әдемі бимен дастархан төріне сіздерді шығарып салайық. Көп-көп. Рахмет. И только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Бонием бар ма? Бонием. Не можешь, и темнота твоя. Мне одному совсем, совсем ни к чему. Знаешь, ты без слов, тебе давно все ясно. Только прячешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь я все рассказать сейчас. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь все сказать сейчас. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя. Мне одному совсем, совсем ни к чему. Ой, рахмет. Мында рахмет. Класстастар, достар, 63-тер дастархан төріне өздеріңіз шығарып салайық. Төрлетіңіздер. Әкеміздің бала көзден біреу үзіп келе жатқан достар, аман болыңыздар. Әдемі ақжарма ақ тілектеріңіз керемет, көңіл күймен тамаша билеріңіздер. Рахмет. Енді ортаға бүгінгі жалпы биылғы жыл енді сол кісілердің жылы болып жатыр. Аллаға шүкір 26 жыл басталғалы 60 жылдықтарын тойлап ағайын туған дос-жаранның ортасында бір есеп беру кештері болып жатыр ғой. Енді мен ортаға біздің мамамыздың класстастарын шақырайын деп тұрмын. Енді бір жағынан той сол кісілердікі. Енді бұл 60-ға келген біздің әкелеріміз бен аналарымыз өте бір керемет дайындықпен ортаға шығайын деп тұр екен. Ендеше бір сіздерден бір қолдау болсын. Енді 60-ға келіп жатқан ағапайларымызға құттықтап қошеметтеп отырыңыздар. Ортада Нұргүл мамамыздың класстастары 60-ға келген. Келіңіздер. 66-лар. Мына кім баласы? Мына бала кімдікі? 66-лар.
жібер алдыға қарай гитараны. Шашудан алыңыздар, шашудан. Oh, she believes in him. She's crazy Рахмет. about her dad. Ой, тамаша. 66-лардың дайындап келген тосын сыйы қалай болды? Bir шапалар қойыңыздар. Рахмет. Ана шашу жүрген апайдың аты кім? Гүлнар апай, әркім қолына ұстап жүрсіз ба? Не істеп жатсыз? Шашсаңызшы, бәріне общий шашуды. Шашып, одайын айналып келсеңізші ортаға. Ал, кешкі жоқ, бетік сахнаға қарай, мына жақта, оң жақта, сол жақта отырған кісілердің бәрі көрсін, артқа қарай жылжимыз. Апайлар, жәндерім, сіздер де 66-сыздар ма, үш қыз? Сіздер WhatsApp-тағы чатта жоқ сияқтысыздар ғой, шөңіз. Бәрінен құр қалқапсыздар ғой, дайындықтан. Ойбай, шашу шашқан қыздың өзі қандай болып тұр. Не деген образдар мынау. Жоқ, енді бұл жерде үлкен еңбек, үлкен кәдімгі уақыт, үлкен дайындық жатыр ағайын. Просто образдарына бір шапалақ қойсаңыздар болады. Бұның үлкен жұмыс жатыр. Рахмет. Қазір жаңа қазақша дресс-кодты қайттан киіңіздер, приз беретініміз бар. Бірақ мына образдарыңыз өзі керемет болып тұр. Күшті, мен қатты риза болып тұрмын. Папам қайда? Папамыз. О! Жаным. Ең жас мобилограф бүгінгі тойдағы. Жұмысыңызды кеш бастаған сияқтысыз, мобилографтық жұмысыңызды. Ал, мархабат енді, ағалар, апайлар. Гуля, армысыздар, құрметті 266-ның тойына жиналған туған туысқан, дос жарандар, құрбы құрдастар. Нұргүл, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, бақытты бол, жас өмірің гүлденсін, дос мұңайып дұшпандарың күлмесін, бірді қала мәңгі өмір сүретін, берік қала болашақтың іргесін. Ой, бәрекелді, серіктенге сөз сөйлеу мүмкін емес. Біздің кластасымыздан, біздің ауданнан шыққан майор Серік Шалов. Подполковник. Түсіріп жіберіппін ғой. Полковник. Құрметті тойға жиналған қауым, сіздер бүгін Нұрлан мен Нұргүл кластасымыздың 60 жас тойына келіп отырмыз бәріміз. Нұреке, сіздің келе жатқан пенсияңыз құтты болсын. Пенсияға аман есен шығып, сол пенсияның қызығын көріңіз. Бала шағаңызға сол пенсияңыз таратып беріп, ортасында отырыңыз. Нүке, жаным кластасым, менің кластастардың ішінде ең алғыр, жаңа Серік айтқандай. Ең деп жатыр ғой, ең пысық, ең жақсы оққан, жақсы қыздардың біреу еді. Нұргүл, туған күнің құтты болсын жаным. Бүгін өте бір жақсы қауышу күнде, көрісу күнде ұлы той жасап жатырсың. Туғандарыңмен, туыстарыңмен, жора жолдастарыңмен қауышып жатырсың. Осы бір есте қаларлық жақсы күн болсын. Осы көрсеткен бала шағаларыңның қызығын көріңдер екеуің. Алла жамандық көрсетпесін. Кластасымыздың ішіндегі ең халал қыздың біреусің ғой, енді біз сияқты емес. Халал болып жүре бер жаным. Аман бол, серің жолыңды беріп, бәріміз халал болып кетейік енді. Денің сау болсын, ауырма, осы сенің жолыңды беріп, 60-қа келмегендер 60-қа келейік. Тамада жігітке мыңда бір рахмет, той деген өте керемет, жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Барлығы құтты болсын. Ой, рахмет. Тадрушка сәуле сөйлесін. Сіздер вообще еш жерде жоқ очкилерді тағып алыпсыздар бүгін, күшті. Апай. Ал енді құрметті той қонақтары, құрметті алтын бауырым Нүке, жаным подружкам Нүке, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Пенсия той деп жатырмыз болашақта. 60 жас деп жатырмыз. 66 жылғылар. Жалпы барлықтарыңызды 60 жастарыңызбен құттықтаймын. 63-теріңізді биылғы пенсия тойларыңызбен құттықтаймын.
Той көп болсын, аман болыңдар, бала шағаның қызығын көріңдер, дендерің сау, бастарың аман, бауырларың бүтін болсын жаным. Мен осы 66-лардың келіні боламын. Келін болып түскен күннен бастап, нүкеңмен жақсы жан подружка болып кеттік мінекей. Іргеміз, қойымыз қоралас, ауылымыз аралас дегендей, сондай жан болып кеттік. Осы ынтымағымызды, достығымызды Құдай алмасын. Рахмет, той қыласын. Кеш жарық құрметті тойшыл қауым. Бүгін қасиетті Рамазан айының қасиетті күнінде той жасап атқан нүкең мен менің бауырым жеңгем Нұргүлге көп-көп рахмет. Жеңгелігіне подружкалық жақын ғой. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Аман есен оразадан оразаға жете беріңіздер. Армысыз, туыс туған, бауырмысыз, қуанышқа жиналған жанбысыздар. Досымыздың дүбірлі бұл тойына жиналған тойшыл қауым армысыздар. Бүгін біздің шын қуаныш, шын күлдім. Ерекше ғой біздер үшін бұл күнің. Дос жаран мен ағайынға той жасап, 60 жасқа толды бүгін Нүкентай. Төу шіркін. Тұрмысың әркез арайлым таң күліп, ортамызда жүре берші сән құрып, бұл өмірдің бар жақсылығын тілеймін. Ең бастысы бақытты бол мәңгілік. Тек жарқырап тұра берсін жұлдызың, тек жұптарың шаша берсін қырмызың. Ғұмыр жасың әрқашанда ұзақ боп, аман болсын әрқашанда ұл қызың. Алланың тілеген тілектер қабыл болсын, осыншама жұрттың бәрі алақандай жүректеріне алатаудай тілегін сыйдырып берген барша жұрттың тілегі қабыл болсын. Бақытты бол жаным, жастан жасқа аман есен жете бер. Біз сені әрқашан жақсы көреміз. Келді, балалар. Естеріңде ма, біз 10 класстың аяғында осы бір әп-әдемі, сұп-сұлу, өзі класстың пысық қызы Нұргүлге ғашық болған бала ғашық бар еді ғой арамызда. Қайда ол? Гүл алып келді. Мұнда екен ғой. Ал жігіттер. Папа, сіз бері келе тұрыңызшы қазір. Қызықпайын деп тұр. Ойнап күліп бір жүрген. Түсір, осын түсірбаңыз. Міне бүгін 60 жасқа кеттік. Құдай туған күн құтты болсын, өмір ұзақ болсын жасың. Жасыңа жас қоссын, семьяда бақытты бол. Ойбай, мына жерін жақында түсіріп алайық, папа. Ой, бәрекелді. Нұргүл. Ана кісінің қасында красавчиксіз ғой сіз, папа. Ойбай. Кеңіз. Нұрекең, мінеке, Нұргүл бүгінде ал жігіттер, қыздар, ойын, күлкі қалжың ғой. Қыздар киімдеріңізді, подаркілеріңізді тарата бергенше, бала кездегі ғашық дегеніміз ол жай қалжың. Нұреке, көңіліңізге алып қалмаңыз. Бүгінде біздің Нұргүл үлкен... Дұрыс, папа, ондай көңіліңізге алатындай жігіт емес, уайымдамаңыз. Шапан құтты болсын, бірінші шапаға ұрып алайық, шапаныңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Нұргүл бүгінде кешегі балаңыз, бүгінде ана, бүгінде сүйікті жар, бизнес-вумен, жарайсың. Фотоға түсеміз, тұра берсін. Елдің алды болып өстіп шапқылап жүре бер. Ерлік тұнған менің мынау өлкемде, ойға батам көңіл күйін шертемде, киесі бар мынау ұлы даланың, иесі бар сақтап қалар ертеңге. Уа ағайын туыстар, жарқылдаған жасындар, рухсыздық індетінен қашыңдар, аманаттап кетсізбен біздерге, бұл даланы Райымбек сынды батырлар. Уа ағайын туыстар, жанартауы сенімнің, жұлдызына айналыңдар көгімнің, сендерсіңдер тәуелсіздік жемісі, көк байрағын асқақтатар елімнің. Ата баба салтын берік сақтаған, ел сендерге қарап тұрып мақтанар, 30 елдің қатар емес алды бол. Уа ағайын десеңгер бақ табам, ағымдардан абай болып қаптаған, оқып білім алып бақ қоран, шұбырынды болса дағы ақтабан, қазақ елін ешқашанда сатпаған, отан ана тәуелсіздік төрінде. Қандай бақыт ана сүтін ақтаған. Міне бүгін ананың сүті ақталып отыр. Ананың сүтін ақтайық, мына алған тәуелсіздігімізді екі көзіміздің қарашығындай сақтайық. Қарап отырсыздар, айналамызда не болып жатқанын. Соғыс болып жатыр,
ал біздің төбемізде бейбіт күн орнап тұр. Бір күн болса да осы бейбіт күніміздің құнын, бағасын біліп, еліміздің ертеңін ойлап, ойнасақ та ойлап ойнайық, сөйлесек те ойлап сөйлейік. Сондықтан бұтағы жоқ қонатын шалдыққанда талып кеп, үміті жоқ алдында шақыратын жарық боп, тауға соғып маңдайын, тасқа тіліп табанын. Отан деген бір сөзге зар болып жүрген халық көп. Аллаға шүкір отанымыз бар. Көк туымыз желбіреп, төбемізден түспесін. Ел іргесі аман болсын, тыныштық заман болсын. Осындай тойға ұласа білсін. Сіздер алдыңғы буын ағаларымыз 60, 70, 80, 90 деңсеріңіздер. Артарында келе жатқан, өкшелеп келе жатқан біздер сіздердің жақсы жолдарыңызбен жүріп, жақсы үлгілеріңізді алып, еліміздің іргесін қорғайтын мықты азаматтар болайық. Аумин. Бәрекелді. Серік аға, тамаша. Ал суретке түсейік. 10 жыл мектеп партасында бірге отырдым өзіңменен, сездіруге батпадың ба, бала махаббатыңды терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды, терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды. Белес беріп келешегің қимасыңа баладың ба, қоштасарда неге сенің жас толады жанарыңа, сездіруге батпадың ба, бала махаббатыңды терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды, терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды. Керемет. Мектепке 40 жылдық кездесуге келіп тұрған класстастар сияқтысыздар. Күшті, мен қатты риза болдым. Аман болыңыздар. Алда әлі тойлайтын тойларыңыз көп қой. Әлі 70 бар, 80 бар. Дәл осы күйде орталарыңыз азаймасын. Ал қалғанымызда енді туған күн иелерін құттықтап қойық. Тек жаңа мамамыздың алғашқы махаббатын басқа ешкім құттықтаған жоқ, лично барып. Қалғанымызда құттықтайық, бір тамаша билеп, одан дастархан төріне жайғасайық. Кеттік. Ал салдар. Темно-синим, синяя звезда. Только в небе темно-синим. Ой, мчится ночью голубой, не за синей птицей еду за тобой. За тобою, как за синей птицей. Ищу я лишь ее, мечту мою, и лишь она одна мне нужна. Ты ветер, знаешь все, ты скажешь, где она, где она. Синий-синий иней, синий-синий иней, синий-синий иней, синий-синий иней, синий-синий иней, синий-синий. Облака качнутся, поплывут назад, только окунутся в синие глаза. Лишь твои глаза мне окунутся. Жмир, кубит, жмир. Лишь твои глаза мне окунутся. Ищу я лишь ее, мечту мою, лишь она одна мне нужна. Ты ветер, знаешь все, ты скажешь, где она, где она.
Ой, тамаша. Көп рахмет. Папамыз келгенше мен тортты орта қалдырайыншы. Ой, одан екеуіңіз әдемілеп kesетін боласыздар. Мама, сіз бері қарай жақындап алыңыз. Ал туған күн иесінің құрметіне дайындалған баршаларыңыздың қошеметтеріңізбен тәтті тағам торт ортаға. Встречаем праздничный торт. Бірінші суретке түсіріп алайық. Осылай тұра берсін. Жанына тұрсын ба енді. Осылай. Ал. Папа, білдіртпеңіз, күліп тұрыңыз. Рахмет. Бұны білгенде 66-ларға дейін шығарып алатын ем ғой мен тортты. Ал, мына енді бір ескірмеген махаббат, Аллаға шүкір. Енді ой, тамаша. Отауласқандарыңызға біраз оқып қалды ғой, көке, я? Қанша жыл болды? 35 жыл. 35 жыл болды. Ашуланып айтты ғой, 35 жыл. 5. Б деген әріп мына жеріме келді ғой менің кәдімгідей. Құтты болсын. Алла нәсіп етсе енді әлі алда алтын тойымыз бар, күміс тойымыз бар. Мынаны енді сіздер жас отбасыларға үлгі болсын енді. Мынаны бір кесіңіздер, өзіміз бір жабылып бірдеңе қылып кесейік, мама. Мынаны нәзік қолыңызбен ұстап, папа үстінен грубый қолмен ұстап. Бір кішкентай бір тілім кесіңіздер осы жерінен. Өзім түсірейінші болсын. Үстінен, Не деген шапалақ көре алмай атқан осы кездегі. Сол бір кезде махаббаттың маздаған, жалынына жанып күйі жаздаған. Екі мұңлық енді көрсең екі бірінші туған күн нақсыныкі ғой. Папа, өзіңіз бір күштілеп бір, андай, немен бір махаббатпен, папа, білдіртпей, күштілеп деп, туған күні мен деп, Ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат. Рахмет. Стоп. Мама сіз дейтін пешке көмір саған сияқты сала салдыңыз ғой. Сізді еркелетіп не істеді ғой, андай құттықтап. Тортты ала салайық, қыздар, жігіттер. Қазір барлық қонақтар дәмауыз тиесіздер. Папамыз бен мамамыз алып кете беріңіздер. Екеуіңіз ортада қалып, бір жарым минуттық бір вальс болсыншы, екеуіңіздің 35 жылдық махаббаттарыңызға куә боламыз. Залдың светін өшіріңіздер. Вальс, көке, тек вальс мамамызбен. Қалғанымыз телефонның шамын, спишкасын жағыңыздар. Бәріміз жағайықшы, барлықтарыңызда телефон бар ғой. Қайда кетпей жатқан 1% зарядка. Шығарайық. Телефондарын шығарыңыздар. Машалла. Сол бір кезде махаббаттың маздаған, 66-лар айғай-шу қайда? 63-тер қошемет қайда? Екі мұңлық енді көрсең екі арыз, елу жылда ешбір жұбын жазбаған. Ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген
естімеген махаббат. Бәрекелді, қошеметтеріңіз құтты болсын тойларыңыз. Көке, апатай, аман болыңыздар. Вот шын, міне, қаншама жас отбасыларға үлгісіздер ғой. Аллаға шүкір, сондай сәнімен салтанаты жарасқан бір керемет әдемі отбасының, әдемі әулеттің қуанышына баршамыз куә болып жатырмыз ағайын. Енді біздің той иелерінің дайындаған бір керемет сый-сияпаттарын ұсынайық. Бүгінгі тойға, құрметті ағайын, ең алыстан келіп отырған қонаққа бір сыйлық берейікші. Давайте сол кісіні анықтайық. Ең алыстан келіп отырған мейманға бір керемет сыйлықты ұсынатын боламыз. Біздер номинациямызды бассайық. Ендеше ең алыстан келіп отырған кісілер бар ма? Жаңа Жезқазған дегендер қаяқта? Қай жақтан? Луговойдан. Сарыжаз деген. Так, қазір есептейміз. Сарыжаз. Қайнар. Ау. Нарынқолдан да келген. Нарынқолдан. Алакөлден келген кісі бар ма? 700 километр мына жерден Алакөл. Так, Луговой, Таразға дейін 600, Луговойға дейін 500 километр. Нарынқол, жоқ, Нарынқол жақын, просто жол жаман болғаннан алыс қой. Жол жаман, содан кейін айтпесем мына тұрған жер Нарынқол деген. Алакөл ғой деймін, ең алыс, я? Ендеше кім Алакөлден келген? Құдағи ма? Құдағи, Алакөлден келіп отырған. Қошеметтеріңізбен. Ұмытпай достарың мәңгілік сыйласын, іздемей өмірдің бос жүру кезеңін, үлкенге кішіге мол болсын мерейім. Мұңаймар бейбі, Қош келдіңіз, құдағи. Міне, қазір қыстың өзі қырауға қарамай, қасиетті Рамазан оразаға қарамай, алтын уақытын бөліп алыстан келіп отырған. Есіміңіз? Санара. Құдағи ғой бұл кісі, я? Құдағи. Ау? Келіннің мамасы. Айгерім мамасы. Дәулеттің енесісіз ба? Маша. Дәулет қақта өзі. Дәке, ойба, енеңіз кластасыңыз сияқты ғой сіздің құдай десе. Маша, мен шынымен ба? Айконың мамасы алыстан келген қонақ деген номинация. Просто жасық беріп отырғызған зият болар, бір сыйлықты берейік. Жоқ, Дәулет, қайсысын берем, Дәулет? Айтшы сен. Жоқ, осы техниканы. Енем деп жазып қойыпты өзі Дәулет как раз қасына. Құдағи, алыстан келіп отырған, алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы қария құрмет көрсетіп сәлем берген дейді ағайын. Сол бір үрдіс жалғай отырып, алыстан келген еще құдағиымыз қызым беріп отыр. Оның қасында мынау дейтін іштен емес мына сыйлық дейтін аға. Шапалақ құрмет қошеметпен құдағи, үлкен рахмет, шығарып салайық өзіңізді. Рахмет. Алыстан Алакөлден келіп отыр. Оның қасында Тұздыбастаудан келемей атқандар бар ғой мама мысалға. Так, келесі сыйлық бүгінгі тойға ең бірінші болып келген қонаққа бір сыйлықты ұсынайық. Ең бірінші өзі мен келдім дейтін кісілер бар ма екен? Көрейінші. Нешеге шақырдық? Бүгін еще ауызашар уақыты, тойды ерте бастаймыз деп айтылдыпты барлықтарыңызға. Ең 5-ке шақырдық ма, дұрыс па? 5-ке шақырдық, 5:30-да тойды бастаймыз деп айттық. Ең бірінші келген қонақ ба? Менің Бейсенбай деген бауырым бар, сол кісі келді, 5 болмай. Екеуінің қайсысы Бейсенбай? Жоқ, қазір татырыңыз. Бейсенбай аға қайда? Келсінші ортаға. Рахмет. Жоқ, Бейсенбай ағам, сол Бейсенбай ағам жақтан бір адам келсін қазір. Қазір осы жерде анықтаймыз кім бірінші келген. Біз камераға түсіргенбіз, қазір соны көреміз да. Кім бірінші келген анықтаймыз. Бейсенбай ағам отбасынан бір адам. О, жан көгі. Машалла, сіз кеше шығып кеткен сияқтысыз ғой бүгін тойға. Асықпай келген сияқтысыз ғой сөйтіп жайменде. Көгім, келіңіз. Так, сағат 5-ке. Бұл сіздің ағаңыз ба? Машалла. Көге, қай жақтан келіп отырсыз? Кегеннен. Кегеннен келіп отыр. Нешеде келдіңіз аға? 4-те келдік қой,
Төртте келдіңіз. Так, сіз келгенде кім болды мына жерде? Өзі көрдік. Мамамыз ғана болды. Так. Қыздар, 66-лар. Атыңыз кім? Жібек. Жібек? Гуля. Гуля апай. Нешеде келдіңіз? 4,5-да. 4,5-де. 4,5-да. Сіз келгенде мына кісіні көрдіңіз бе атан? Көрдік, иә? Осы сіз отырдыңыз, иә? Сол. Біліп тұр екенсіздер ғой келген кезде. Сіздер келгенде осы кісі жүріпті ғой іште. Вот өздері мойындап тұр мысалға міне. Бейсенбай көкем ең алғаш келген қонақ. Қошеметтеріңізбен. Көке үйде келім бар ғой. Әдемілеп осы шай жасап береді өзіңізге. Ағайын, бұл енді бір керемет номинация негізі түсінген адамға. Өйткені осы Нұргүл мен біздің Нұрекең той жасап жатыр. Ертерек барайық, тойын ертерек бастайық деген ниетпен 4-те келген 1 сағат бұрын. Оның қасында ауыз ашқаннан кейін келген кісілер бар қаншама. Сол кісілерге үлгі болып, самый пунктуальный қонақ Бейсенбай көке, шапалақтарыңызбен. Көке, сізді кіммен келдіңіз? Алып келген адам бар ғой мысалы, балаңыз ба, кім бар? Кім алып келді? Енем келді, енем келді. Енем келді? Сіздің енеңіз бар ма еще? Ойбай. Болды, арғара ештеңе сұрамай-ақ қойың ғой. Атаңыз шығып, қазір бүкіл семьяларыңызбен енем келді деген. Ойбай. Мен қай жерге келгенді ұмытып қалдым оқысын жаңа. Так, кеттік. Келесі номинация. Бір ерекше номинация болсын. Жаңа папамыз бен мамамыздың мен үйленген жылын сұрап жатырым. Ең жас отбасы бар ма осы жерде? Сол кісілерге мен бір сыйлық берейін. Үйленгендеріне осы бір жақында ғана үйленген отбасы. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл болған, 1 ай болған, или 2 ай болған деген бір отбасы бар ма екен? Жас отбасы. Буквально ең жас отбасы, недавно үйленген, 5 жылға дейін болған, или кім бар? 10 жылға дейін. Ең жас отбасы үйленгендеріне бәріңізге 1 жыл болып кетті ме не? Сіздер 8 жыл болған. 8 жыл болған отбасы бар екен. Бірінші номинация осы кісілер алып қалады. 2,5 жыл болды. Сіздерге ма? Қазір тұра тұрыңыз. Ол нешінші отбасыңызға 2,5 жыл болған? 2,5 жыл болған үйленгендер. 8 жыл болған бір жас отбасы бар. Одан ерте тағы да, кеш тағы да бар ма? 8 жыл бар? 5 жыл бар ма? 5 жыл? 3 жыл. Келіңіз ортаға. Унаған, жібергім келді, күн сайын гүл оған. Көктен сұраған. 3 жыл, 2 жылдық бір отбасы болып тұр бізде тағы да. Қазір талас болайын деп тұр. 1 жыл ғана болған кісілер жоқ па? Жас отбасылар. 1 жыл болған үйленгендеріне. Жоқ. Кеңіз аға ортаға. Үйленгенімізге 2 жыл болды деді көкем. Рамазан айында өтірік айтуға болмайды, білесіз ғой. Так. Ау. 60 жылында үйлендім, тура 60 жылдығын жасап. 63-ке келдіңіз ғой сіз, қазір. 3 жыл болды ғой мұнда. 26 жылы. Шын айтып отыр оны кісі, әзілдеп отқан жоқ па негізі? Шын айтып отыр ғой, машалла. Сіз атыңыз кім? Жұпар. Кім боласың, Жұпар? Мен келіні боламын. Қай жақтан? Папа жақтан, мама жақтан? Иә, мама жақтан, иә? Келіні Жұпар. Күйеуің аты кім? Алмат. Жоқ па? Алмат келген жоқ? Сыртқа шығып кетті. Жақсы. Алмат пен Жұпардың отбасы үйленгендеріне 3 жыл болған екен. Бір қошемет ұрып қойыңыздар. Мынау сізге және
Біздің көкеміз, аға есіміз? Қайыржан. Қайыржан аға, папамның інісі. Жеңгемнің аты кім? Жарқынай. Қайыржан ағамызбен Жарқынай апайымыздың отбасы үйленгендеріне тоже 3-ақ жыл болған жап-жас отбасы. Көке, сол шақ жыл болғаныңызды батыр болып айтып тұрсыз осы көпшіліктің алдында. Батыр қонақ деген номинацияны беремін өзіңізге. Шарт салайық. Так, келесі номинация. Телефонда ең зарядкасы аз қалған бір қонаққа бір сыйлық берейік. Давайте, қызық болсын. Вот кішкентай процент қалған. Қанша қалды, тәте? 5% 5% зарядка. Кім бар одан төмен? 2%, 1%, 3%. Қанша? Бітіп қалды деген жарамайды ол уже. 1% зарядка. Ойбай, нан полетқа қойсай, срочно өшеді ғой газ. Алтынай сенікі ма, но? Ой, сенің қайтып приз берем мен. Тәтекеңіз 5%. Қанша? Өшіп қалған жарамайды. Қосылып тұру керек әйтеуір. Аха. Қанша? 1% па? Өтірік айтпа, көрсетті. Қанша? 3% зарядкасы бар екен. Тәте 3% бар екен, сізде 5-еу ғой, шүкір ғой мынаған қарағанда. 3% зарядка. Қанша? Өшіп қалған болмайды. Қанша? 3%. О, екеу. Келіңіз ортаға. 3%. Кім? Келіңіз ортаға. Ортаға кел ағайын, қарап қалма ойнаңдар. Бұл той босының басқа. Так, қазір көкем келатыр. Көке, чехолын ауыстыру керек екен, е? Айыңыз... Ой, мынауыңыз 40% зарядкасы бар ғой. Сізді алдап шығарып жіберген сияқты ғой, жеңеше бір сыйлық алып кел барып деп. Ой, телефон яркісті бетіме ұрып тұр ғой. 40% заряд, 4% деп көріп қалған ау деймін көкеміз. 3% зарядкасы алған 2 мейманымыз бар. Қан, маған көрсетсеңіз, мен өзім айтам. Полеттан алсаңыз болады. Все, атыңыз кім? Гүлдана. Кім боламыз? Келін. Келін, мама жақтан? Мама жақтан. Мама жақтан келін, және жеңеше атыңыз? Нұр Камила. Нұр Камила. Әпкеміз ғой, қарындасыңыз. Машалла. 3% Нұр Камилада, атыңыз кім еді? Гүлданада 3% екеуіңізге. О, міне, пожалуйста, әдемі сыйлық. Әпке, мынау сіздікі? Сестра, мынау сіздікі? Шарт салайық, пожалуйста. Қандай керемет. Так, енді бір қызық номинация. Телефонның беті сынған қонақ бар ма? Телефонның беті сынған. Экраны сынған. Телефонның экраны. Экраны кәм бетіп шытнап трещина болып тұрған. Түсініп тұрсыздар ма? Экран сыну керек. Сыну керек. Көкем, жом, мынау защиткасы көке. Экран сынған телефон керек. Бар ма? Бір кім бар? Кәні? Как раз мобилада істейтін жігіттер бар, жасап береміз артынан. О, ойбай, саған срочно сбор ашу керек қой мынаған. Телефонның экраны сынған біреу таптық. Кім бар тағы? Қайсысы көрсетіңізші маған, көрейік. Мынаның ар жағында темірі шығып жатыр. Жо, сіздікі әдем болып тұр оң қасында. Міне. Сынған деген мынандай болады. Ойбай, не істегенсің мына телефонға, құдай-ау. Сен кім баласың? Дәулеттің. Мә, папаң апарып бер, жаз. Так, пока бір телефон бар. Экраны сынған бір қонақ. Экраны сынған. Мына жерде мына ар жағындағы бүйтіп сынықтан қарасаң, ар жағын көріп тұрмын ғой менге. Қайсысы? Кәні? Алып келіңіз, әпке, көрейік. Ой, мына жерде біздің қонақтарымыз бар. Так. Қайсысы?
ойбей апке шегелегенсіз ба мынаның бетімен не істегенсіз? Келіңіз ортаға, екеуіңізге қазір бірсе. Мына екеуі енді дұрыс қой, бұл дүние ғой, дүние қылып қарау керек осылай. Екі адамға бір сыйлық береміз, келіңіз. Атыңыз кім? Арайлым. Кім боласыз, Арай? Сіңілісі. Мамамның сіңілісі. Мынау сіздікі шатасып кетпесін. Арай. Садиктің заведующие. Ужас, ужас. Кім, келіңіз? Атыңыз кім? Мына кісінің телефонын қайта камерасын құдай сақта қапты әйтеуір. Сіздің атыңыз кім? Марал. Кім боласың? Мен досының, Дәулеттің досы. Дәулеттің достары, достарының әйелі бәрекелді. Сестрамызбен Дәулеттің досының әйеліне бір сыйлық екеуіңізге осындай бір ерекше номинациямен қабыл алыңыздар, қыздар. Вот, пожалуйста. Мархабат төледіңіз. Бүгін біз ешкімді вниманиясыз қалдырмаймыз. Осылай құр қол қайтармауға тырысамыз. Енді бір ерекше бір білімді қонаққа сыйлық бергім келіп тұр. Көп тіл білетін адамға бір сыйлық берекші. Қазақша, орысша, одан бөлек тағы тілдер білетін бір қонаққа сыйлық береміз. Көп тіл білетін, басқа тілдерде сөйлей алатын кім бар? Қазақша, орысша, екі тілден басқа. Кім бар? Ағылшынша, қытайша, французша, немісше. Кім? Бір адам келсін ортаға. Кім? Келіңіз. Келіңіз, қазір тексереміз ғой. Тұзды бастау, Айгерім, маманың қызы, қандай тілдер білеміз? Қазақша, орысшадан бөлек па? Ағылшынша білем, интермедиат. Қазақша, орысша, ағылшынша. Корейше оқып отырмын. Корейше оқып отырсыз. О, 4 тіл біледі екен. Так, енді ағылшынша, Нұргүл апай, туған күніңізбен happy birthday to you деген бәріміз білеміз. Корейский тілмен бір құттықтаңызшы. Корейский туған күнмен білмеймін, енді үйреніп отырмын ғой. Не білесің корейский енді? 안녕하세요, 감사합니다. сондай. 하나, 둘, 셋. Сен просто сериал көріп жүрген сияқтысың корейский. Ағылшынша білемін ғой. Оқып жатқан жоқ сияқты. Сериалдағы сөздер сияқты мынау. Ойнап айтамын, хорошо. 4 тіл білет қыздарыңыз. Бұл дейтін кәдімгі жастарға үлгі негізі. Бір сыйлық Айкоға. О! Дайсың. Айгерім, құтты болсын. Просто сіз үшін бот кете берсең болады. Бітті. Так, келесі номинация. Біз ең бірінші келген қонаққа сыйлық бердік. Жаңа енді кешігіп ең соңынан келген қонақты біздің ұйымдастырушылар анықтаған екен. Кешігіп келген қонақ тура антракты басталып жатқанда кепті. Кіреберісте тұрған күзетшілер жазып алыпты. Жанат жеңгемді құдай сақтап қалды қазір. Одан кейін Бейбіт ағамыз кепті ғой. Алма апай екеуі. 66-лар енді киім ауыстырайын деп атқан кезде ғана келген екен. Келіңіздер ортаға. Кешігіп келген қонақ деген номинация. Ойлап қалмаңыздар, бір елдің алдына шығып бір мазақтап тұр деп ойлап қалмаңыздар. Бірақ, құрметті ағайын, мен бұнымен айтайын дегенім, нешеде келдіңіздер жобасы, примерно? 9:30-да. 9:30-да мен как раз антракт бітіріп атқан ол кезде. Кешігіп қалса да, бірақ келіп отыр бүгінгі тойға. Дұрыс па? Ең бастысы ниет қой, тойда болайық, әйтеуір төбемізді көрсетейік, той иесін құттықтайық деп кешігіп қалса да бүгінгі тойға келіп отқан мейман. Ой, біз келеміз Нұргүл деп келмей қалған кісілер бар ғой, мысалға апай, дұрыс па? Оның қасында кешіксе де келіп, төбесін көрсетіп тойымызды құттықтап кеткен. Аға, есіміңіз? Бейбіт және Алма апайдың отбасына осындай керемет сыйлық. Өздеріңізге
Бітті, құтты болсын, шарпсалайық. Рахмет, жаным бейбіт аға. Хорошо, что келдік деп кетіп баратқан сияқты. Хорошо, что келдік деп. Так, енді ең үздік образ деген номинацияны табыстайтын боламыз. Енді бетекші, қыздар қауымы өте көп, негізі ерекше мощный образдар өте көп. Бірінші жігіттерден бастайық, өзі санаулы ғана жігіттер бар екен. Қазақша үлгіде киініп келген ең ерекше образға сыйлық беретін боламыз. Жігіттер, ортаға келіңіздер. Қазақша образда киініп келген ер азаматтар. Мейлі шапан болсын, жилеткі болсын, басқасы болсын, келіңіздер. Араларыңыздағы ең үздігін қазір таңдайтын боламыз. Келіңіздер. Так. Бұл жерде бүкіл деталь есептеледі. Тақияларыңыз болса, өте күшті болып кетейін деп тұр. Шанс бар ол жерде, кәдімгідей. Келіңіздер. Аха. О, дәулеттің достарыма. Так, ағамыз бар. Аха. Так, далада жүрсе шақырыңыздар. Ағам уже бір шаг алдыда тұрсыз сіз. Так. Так, ер азаматтардың образы. Қазақи образға келген осы кісілерден арасынан болайын деп тұрған сияқты. Көкес, ортаға тұрып алыңызшы. Ортаға. Так. О. Аха. Мәне. Бітті ғой көге. Бітті. Так. Жақсы. Енді ер азаматтар өте күшті жарасып тұр негізі өздеріңізге. Тек тойда ғана емес, күнделікті өмірде, жиында, жақсылықта осындай қазақи шапанден тастамай жүретіндеріңіз көрініп тұр. Көпшіліктеріңіздің постоянно киіп жүретіндеріңіз өздері адам біледі өзіне жарасымды шапан болып тұрса, бұрыннан киіп жүрген адам екен білесің ғой. Бір жері қиқайып, бір жері салбырап тұрса, мынаны кие саш деп кигізгенін білесің да. Мына кісілер өте әдемі болып тұрсыздар. Енді араларыңызда комплект болып тұрған екі адам бар. Ренжімейді шығарсыздар. Ол менің анау көкем. Бір қадам алдыға жіберейік атамның. Ата есіміңіз кім? Атыңыз? Әділхан атам. Нұрлан көкемнің үлкен нағашысы. Міне, комплект мына кісі дейтін. Тақиясы, шапаны, туфлиі подцвет болып тұр үшеуі кәдімгі. Жоқ, рас. Қоңыр туфли, қоңыр шапан, сосын көге. Сәл бір көк туфли жетпей апты, бірақ нормально. Екеуіңізге бірінші орынды берейін деп тұрмын ең әдемі образда. Үлкен нағашыға. Сіз енді күнделікті жүретініңіз көрініп тұр. Беріңіз бір тақияны. Көке, қандай цветін аласыз? Бір цветін өзіңіз таңда. Сосын ан жерден Айко бір сыйлық бере ғой, тағы да. Жоқ, бетікші, мына тақияларды мына кісілер жоқтарға таратпеңізші, осы жердегілерге. Мен мына кісілерге отдельно екі сыйлық берейін. Атама термос как раз көке. Жол жүрген кезде ыстық шайды келінге құйғызып аласыздар. Сосын мамамның қайнысына, көке бүгін сыйлықтың бәрін өзіңіз алдыңыз. Вот ең үздік ер адамның образы Қайыржан көкем және біздің үлкен нағашы Әділхан нағашы. Шарт салайық екеуіңізді. Қайрақа киіп алыңыз. Вот, жігіттер, тақияларыңыз құтты болсын. Киіп алыңыздар, бәрі. Көке, кім? Жезқазған көке. Бір тақия берейін деп атыр едік қой, Жезқазған көкеме. О, міне, құтты болсын. Дастархан төріне шақырамыз, төрлетіңіздер.
бір размерін неғып жіберсеңіз өзіңіз. Төрлетіңіздер аға. Сый сияпат тақия той иелерінің атынан. Ішінен тағы бір тақия киіп алсаңыз, как раз болады аға. Ал енді қыздар келіңіздер. Топовый, ең күшті образда келген қыздар. Бұл жерде барлығы есептеледі қазір. Шекелікті санаймыз, алқа бәрін қазір есептейтін боламыз. Келіңіздер, қазақи образдағы қыз келіншектер. Ортаға шақырамыз баршаларыңызды. Қызын намысым сыңғырлаған сезімдей, Айша бибі домалақ аналардың көзіндей, баян сұлу қыз жібек еңліктердің өзіндей, намысыңды ерлерім қорғас екен көзілмей. Мәншүгіммен әлиям жаудың бетін қайтарған, ләззатыммен сәбирам гүлім еді жайқалған, фаризаммен марфуғам елдің сөзін айталған, қазақ қызы ешкім кімнен кем түспейтін майталман. Келіңіздер. Апай, бірден орамалды тағы жібердіңіздер, я? Сразу, молодец қыздар. Так, келіңіздер. Келіңіздер. Қазақи. Нақышта. Ооо, машалла. Міне. Так. Так, вот мына жерде енді таңдау қиын болайын деп тұр. Алакөлден келген құдағи. О, күшті, күшті. Келіңіздер. Так. Так, мына жақта өзіміздің қыздар. Мына жақ полный алаба жақ. Мына жақта. Так, апай шықты. Алма, қинамашы ешкімді, пожалуйста. Так, мына жақ бітті қой, а? О, супер. Так, бұл жерде енді құрметті қонақтар, енді жігіттерге негізі оңай. Бір шапанды үстіне ки, бір тақияны ки, мысалға бітті образ шығады. Ал қыздарда көйлек таңдау керек, оған патцвет тағы бір деңгесін таңдау керек, ананы таңдау керек, мынаны таңдау керек. Сондықтан қыздардың еңбегін бағалау керек. Бір шапалақ алып қойыңыздар. Өте күшті болып тұрсыздар. Мен барлықтарыңызға бірінші орын беретін едім, өз басым. Бірақ араларыңызда енді бір мықты болып тұрған бір образдарды қазір таңдайтын боламыз. Жаным, кішкентай балапанға дейін киіндіріп, вот дайындық деген осылай болу керек. Так, мына қайсысына береміз? Апай, бір шақ алдыға келіңіз. Апай, келіңіз ортаға. Так. Кім? Аты кім еді? Жұпар. Так. Бітті. Вот комплект тұр төртеу. Я? Әдемі ғой. Шаштарынан бастап, орамалы бар, шекелігі бар, тағысын тағы, анауысы бар, мынауысы бар, алқасы бар. Максын полный киінгені бар. Ой, апай, кен сізді қызылдағы апайды. Күшті. Жеңі бар, несі бар, анауысы бар, мынауысы бар. Так. Бесеуіңіз үздік болып тұрсыздар. Атыңыз кім? Мирагүл. Мирагүл. Кім боламыз? Нұрлан ағаның кенже қарындасымын. Кенже қарындасы, өзіміздің әпкеміз. 66. Гүлнар. Гүлнар апай, класстас. Тәте, атыңыз? Назиля. Назиля, кім боламыз? Папамның әпкесімін. О, папамыздың әпкесі. Және нағыздың образы өте күшті. Жастарыске, қараңыздар, шапалақ қойыңыздар. Атың? Сания. Кім боламыз? Нұрмаманың қызы, Алмагүлдің қызы. Нағашылардан? Сіздің... Алмагүл апайдың күшті. Жұпар келін. Жұпардың қызы. Атын кім? Молодец. Күшті. Мына жерде енді Жұпардікі таза өзінің қол өнері екен. Қазір информация жетіп жатыр. Баласына тіккен, өзіне тіккен бәрлігін. Күйеуің аты кім еді? Келді ма даладан? Алмат. Ол жігітті де өзі Жұпар киіндірген екен, полный. Үстіне тіккен шапан, бір еңбекті көрсету керек еді, негізі Алмат неге шықпай қойдың.
Бетик, арт жақтағы қыздар күшті сіздер, апайлар. Бірақ енді арасында үздіктер болады ғой. Мына 5 қыз сіздердің алдарыңызда ең топовый 5 үздік. Мына алдындағы 5 қызға дәу-дәу сыйлықтардан ең әдемі образдар шапалақпен, қошеметпен алдында тұрған 5 қызға. Алтынай, алып келе қойыңыздар. Алдында тұрған 5 қыз. Не комиссия қылмасын, не өзің таңдап жүрсің бәрі. Сен комиссия қылмай қой, 3-4 адам шығып таңдау керек. Болмайды. Сіздің әйеліңіз шығып тұрған жоқ па арт жақтағы? Біреуге ренжіп тұрған жоқсыз ба әйтеуір? Комиссия құрып, оның бәрі дейтін ұзақ болып кетеді аға, сайлау от. Вот комиссия сызақ көрініп тұр ғой, мына кісінің 5-еуі әдемі болып тұрған. Мына алдыдағы 5 қыз ең үздік образға келісетіндер шапалақ ұрсыншы. Рахмет. Көкем менде комиссия бірдеңе деп ренжіп жатыр, бірақ мен ойлаймын, ренжитін ештеңе жоқ. Мына жерде очки таққан адамға да көрініп тұр. 6-ауыңыз, 5-еуіңіз күшті болып тұрсыздар. Арт жақтағы қыздар, сіздер де күштісіздер. Мына жерде мына қарындасымыздың да еңбегін бағалап қоюға болады. Атыңыз кім? Нұрбақыт. Нұрбақыт кім баласың? Дәулеттің достарымыз. Дәулеттің достары. Мына кішкентай балапан нәрестемізге де қазақи киіндіріп қойған ғой. Сізге де бір сыйлық береміз. Мына алдындағы 5-еуіңіз топсыздар. 5-еуіңіз суперсіздер. 5-еуіңіз фотоға түсіріп алайық. Мына жерде фотоға түсіріп алайық. Ең күшті образдағыларым. Қыздар, барлықтарыңызға сыйлық беріледі. Уайымдамаңыздар. Еңбектеріңізді бағалап ортаға шақырып жатырмыз. Шын, бұл жерде әйел адамдардың еңбегі үлесі өте зор. Бұл жерде қаншама дайындықты талап етеді. Сондықтан барлықтарыңызға, апайлар, шын, жастарыңыз енді бұл жерде енді жас қыздарға уақыт бар шығар. Сіздер енді үлкен бастарыңызбен мамамыздың көңілін қалдырмай, бір ауыз сөзін жерге тастамай, осындай әдемі образ таңдап, киіп келгендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Шын жүректен баршаларыңызға үлкен рахмет. Алтын уақыт бөліп келу, ол бір бөлек. Ал тойға осылай жай ғана келмей дайындалып келу, ол да үлкен еңбек талап етеді. Сондықтан үлкен рахмет баршаларыңызға. Жаңа көкелеріміз ренжіп жатқан сияқты, ешкім ренжіс жоқ шығар. Барлығы лайықты сыйлыққа. Сондықтан сіздерді мен шығарып салайын. Үлкен рахмет, апатайлар, аман болыңыздар. Аналар. Мархабат, апай. Рахмет. Ойбай. Номинация береміз деп басымыз бәлеге қалып қала жаздады, құрсын. Бір тілек берейік. Номинация бермеймін, тілек берем ағайын. Ортаға барша Дәкеңнің достары, Алтынайдың достары, жалпы папамыз бен мамамыздың балаларының достарын ортаға шақырайық. Келіңіздер, жігіттер, қыздар, жастар, ортаға шақырамыз баршаларыңызды. Және біздің Нұргүл мамамыздың кіндік балалары бар екен, ол кісілерді бірге осы топпен ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Бері. Шықты ма, мама, кіндік балаларыңыз? Я, келді ғой, я. Жігіттер, келіңдер, бері қарай, жақындайық. Арт жақтағылар жақындайық. Я, бері қарай, жақындаңыздар. Бір қатарға толып. Ал, құрметті қонақтар, назарды ортаға бұрайық. Енді әкеміз бен анамыздың осына ұлдары бар, қыздары бар, білесіздер, сол кісілермен бірге жастайынан тайғылындай тебісіп өскен, араласып, құраласып, бір-бірлерінің аналарын ана деп, әкелерін әке деп жүрген жігіттері мен қыздар ортамызда тұр. Анамыз арнайы құттықтап келіп отырған өздеріңіздің ұлдарыңыз бен келіндеріңіз. Қош келдіңіздер. Дәкеңде жақынырақ келіп тұра қойсаңыздар. Той құтты болсын. Арамызда енді бір 3 адам сөйлеп қалғанымыз қосылсақ. Ана шақыртудың астындағы дресс-код деген жерін оқымай келген сияқтысыздар сіздер. Ал саламатсыздар, той құтты болсын, Нұргүл дәде. 60 жасыңыз
әлі 60 жасқа да қимаймыз ғой, қыздайсыз ғой әлі. Сіздің энергияңызды барлығымызға берсін, жұғысты болсын. Осындай тойды көру бізге де нәсіп етсін. Енді Дәулет досымыз ғой. Дәулет сізге тартпаппын негізі. Папасына тартқан Дәулет. Сол, бақытты өмір сүріңіздер. Енді Дәулеттің достарымыз, Дәулеттей дос сыйлаған сіздерге рахмет. Аман болыңыздар. Әлі 100 жас тойда кездесуді Алла нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін Алланың қалауымен анамыздың 60 жас мерейтойы өтіп жатыр. Мама, сізді шын жүректен жақсы көреміз. 60-та қимаймын деп жатыр ғой. Өте жақсысыз, әдемісіз. Барлық аналар сіз сияқты болса деп ойлаймын. Дәкең мамасы, біздің де мамамыз ғой. Қай кезде болмасын, қандай салада болмасын, қай жерде жүрмесін, сол үйдің ұйытқысыз ғой. Осындай сізге қарап ризамын. Сізде аналарымыз аман болсын. Осы өмірге алып келген Дәулет сияқты мінез қырсық болғанмен досына адал жігіт та ол. Қай жерде машинам бұзылып қалды демесең, сенен бұрын барып сол жерде тұратын жігіт. Сондай досты өмірге алып келгендеріңізге шын жүректен қуаныштымыз. Алдында дәкеңнің басында бір сәл-пәл кішкене сынақтар болған. Сол кезде, қалған кезде мен Дәулетке айтқам, енді сіздер умраға бардыңыздар ғой. Дәулет досыма сол кезде айтқам, қай кезде болмасын, қай уақытта болмасын, мен сені умраға жіберемін өзім депші. Дәкеңді енді бүгін барам десе де, ертең барам десе де, қай күні барам десе де, Алланың қалауымен өзімнің атымнан дәкеңді умраға жіберейін деген. Маша, қошеметтеріңіз. Айбек досының атынан бір умра Дәулет балаларыңызға. Рахмет. Вообще эмоция жоқ па? Жоқ ода, эмоция жоқ ол. Жоқ ода. Алла нәсіп етсе. Кішкене о кез денсаулығына байланысты кішкене не болып отқан, кішкене сәл соғыс бір сәл басылса, любой күні кете беруге дайын. Құдай қаласа. Ең бірінші Алла шақырып тұр ғой сізді. Айбек себепкер болып тұр, Құдай қаласа. Мен өзім 2021-де умраға барған кезде өзім мынандай дұға жасап қойыптым да, өзім екінші кемеген адамдарды жіберейінші деп сөйтіп дұға жасағам. Алланың қалауы сондай болып отыр да, өзім қайттан барайын десем де, андай басқа адамдарды жіберуге ниет қойып жатыр да. Енді Алла тағы да шақырып жатса барамыз. Тағы да сіздің бір айтарыңыз бар ма еді, сұлу қыз? Басымызға бір сынақ түсіп еді. Сол кезде ағамды соңғы рет құшақтай алмай қалам ба деген ой болған. Сосын Айбек аға айтты, жаңағы умраға жіберейін деген сөзді естідім да. Асыл жеңгем, менің әпкемдей болған қыз 17 жасынан келіп сіңген бізге. Екеуі теңдей умраға барсын деп, мен өзімнің атымнан умра. Машалла. Қалаған уақытында жіберемін. Жеңгесі мен қайын сіңілісінің ортасындағы ерекше махаббатты көрдіңіздер ма? Алла қаласа қабыл болған қажылықтардан болсын. Дәке, отбасыңызбен, жұбайыңызбен баратын болдыңыз. Енді осы бір қажылықтарыңызға себепкер болып жатқан біздің, мен енді осы тойға келуіме себепкер болып тұрған жігіт, балаларыңыз Айбек деген біздің енді ағамыз болып келеді. Бұл кісінің қанша шаңырағында болғанбыз, қаншама тойында қызмет жасағанбыз. Мына мен бұл тойды сауық көремін, той жасасаңыздар, ерінбеймін, шауып келем. Осы тойға Айбектей ағам ғой, мына мен тауып келген. Бір шапалар қойсаңыздар болады, мен бір себепкер, көп қуаныштарға себепкер болып жатсыз, братан. Үлгі болатын азаматсыз, құтты болсын шын жүректен. Дәке, құттықтаймыз. Жеңге, Алла нәсіп етсе, біз сестрамызға неге бір шапыға ұрмайсыздар, жаным. Бұл жерде енді біздің Алтынайдың ақ көңілдігі ғой. Бірақ мен ойлаймын, Айгерім жеңгеміздің сондай достойный келін екенінің белгісі ғой. Қайын сіңілісі умра сыйлап жатыр. Қандай керемет, жеңеше, аман болыңыз. Мен бағана тойдың басында айттым, тура мамамыз сияқты екен деп. Қандай керемет мама. Аллаңыз келін ененің топырағынан деген өзіңіздің тәрбиеңіз, Аллаға шүкір, жемісін жеп жатсыз. Құтты болсын.
Бар ма жігіттер қыздар алып қосарымыз? Келіңіз. Кіндік балаларыңыз. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Нұргүл тәте мен Нұрлан ағам мен кіндік шешем, кіндік әке шешем. Жасыңыз 100-ге келсін, жастарыңыз. Әулеттеріңізде еш той үзілмесін. Бар жақсылықты тілеймін. 38 жыл бойы мен 1 жыл қалдырмай құттықтап келатқан кіндік анама рахмет. 100-ге келіңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Рахмет. Бәрекелді. 38 жасың құтты болсын, брат. Нұргүл мама, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Әр күніңіз берекеге толы берсін. Нұран папа екеуіңіз алдымызда ұзақ өмір сүре беріңіздер. Әрқашан Алланың назарында, бақыттың назарында жүре беріңіздер. Шынымен де әр жыл туған күнімді, әр мейрамды ұмытпай құттайтын нағыз сүт шешем. Сіздің енді неңіз ақтауға кішкене үлесімді қосайын деп өз атымнан сыйлығым бар еді. Бәрекелді. Кіндік қызыңыздың атынан не сыйлық деп бәріміз қарапты. Ойнап айтам. Бриллиант сырға қошеметтеріңізбен. Маша. Нұргүл апай, тек жақсыға лайықсыз ғой. Шын, суретке түсейік, балаларыңызбен бірге. Жаным, папамызға бриллианттың коробкасы. Кәңіз. Папам өз бұрыннан коробканы жақсы көреді өзі. Ал, суретке түсіп алайық. Тамаша, қыздар жігіттер, достықтарыңыз, ауызбіршіліктеріңіз ажырамасын, туған күн иесін құттықтап, үлкен рахмет өздеріңізге. Достарыңызды құттықтап, Алла нәсіп етсе кіші қажылыққа барайын деп жатыр. Қолын алып құттықтап қойыңыздар, біздің қажекең дәкеңнің, Алла бұйыртса. Дастархан төріне шығарып салайық, жігіттер, шықпаймыз, төрлетіңіздер. Және осында біздің енді мамамыз бен папамыздың кенже баласының досы Дарын деген бауырымыз келіп отыр. Баршаларыңызды құттықтап, әуезді әнімен бір шапалақ қояйық. Дарын! Ай бәрекелді. Ассалаумағалейкум, той сүйер қауым. Тойларыңыз құтты болсын. Құдай бастарыңыздағы бақтан, астыларыңыздағы тақтан айырмасын. Жібер! Жығылсаң да көк мұзға, көңіліңді көп бұзба. Біз ау баста өмірге жылап келген жоқпыз ба? Қымбат киім бағалас, сұрағанның жарамас. Келгеніңді ұмытпа, бұл өмірге жалаңаш. Бұйырған бақ кетпейді, кімдер қайғы шекпейді. Жетпейдің қу дүние, ешкімге де жетпейді. Иманыңа берік бол, Алла бәрін реттейді. Қалған майда шүйделер ештеңе де етпейді. Бұйырған бақ кетпейді, кімдер қайғы шекпейді. Жетпейдің қу дүние, ешкімге де жетпейді. Иманыңа берік бол, Алла бәрін реттейді. Қалған майда шүйделер ештеңе де етпейді. Қосылып бағыңа, шуақ сыйлар жаныңа, сабыр етіп жоғыңа, тәубе десең барыңа. Ой солмасын әр бәле, көңіл көтер алған не, мәңгі шаттығы жоқ дейсің, мәңгі қайғы бар ма не? Бұйырған бақ кетпейді, кімдер қайғы шекпейді. Жетпейдің қу дүние, ешкімге де жетпейді. Иманыңа берік бол, Алла бәрін реттейді. Қалған
рахмет. Тойларыңыз құтты болсын. Әлібектің досы Дарын деген ұлдарыңыз. Үлкен рахмет. Ал қадірменді ағайын, енді төрт көзіміз түгел кезде той иелерінің бір қорытынды тілегін тыңдап алайық. Ендеше ортаға Ақтасырған иесі, ең алдымен қуаныш иесі Нұрлан көкемізді, туған күн иесі Нұргүл апайымызды және осындай той иелеріне керемет дастархан жайып, қуаныш сыйлап, той жасап беріп отырған ұл қыздары Дәулет пен Айгерімді, Ерсұлтан күйеулеріңіз бен Алтынай қыздарыңыз және Әлібекті ортаға шақырамыз. Той иелеріне бір қошеметтеріңіз болсын. Келіңіз аға. Қарсы алайық, қол соғайық. Жасыл жайлау, көкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп аунаймын, көк кілем, маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсем атамекен, Gönlüm özel Matadeki muzga Gönlüm özel Basi Matadeki Maşallah Koga men орындарыңыздан тұрыңыздар Нұрлан келе жатыр деп айтқан жоқпын бірақ сіздер шықтыңыздар өз еркімен тұрып құрмет көрсетіп жатыр барлығы. Ағайын, мында бір рахмет баршаларыңызға, Алла разы болсын. Енді дастархан төріне орын алайық. Ұл қыздар, қайдасыздар? Кел, еріс, келіңіздер. Дәкен қайда? Кел, Ереке, келе беріңіздер. Ал, енді бір сәт пакетті жайына қойып, апа, салафан операциясын тоқтатып, қыздар, 1 минут, қайда кетпей жатқан бірақ минут тиішім. Той иелерінің бір ауыз қорытынды тілегін тыңдайық. Жігіттер қаяқта барлығы? Бәрі папа өзіңізге тартқан екен, балалардың бәрі. Келіңіздер, Әлібек, келсеңіздерші. Бірінші мен осы балаларыңыздың тілегінен кезекті бұрайын деп тұрмын, өйткені екеуіңіз соңында қорытынды тілек айтасыздар. Бірінші осы балапандарыңыз бір ауыз тілек білдірсін, әкесі мен анасына, ағайын, туғанға деген. Ал той құтты болсын. Тәке. Үндемей жүріп бүкіл тірлікті бітіретін ұлдарыңыз ғой. Бір шапалақ ұрып қойыңыздар Дәулетке. Ассалаумағалейкум бәрілеріңізге. Қош келдіңіздер, рахмет келгендеріңізге. Ал анашым, 60 жасыңыз құтты болсын. 100 жасаңыз, алдымызда екеуіңіз қол ұстасып, бірге ойнап күліп жүре беріңіздер. Біз сізді жақсы көреміз. Мама, папа, бүгінгі маманың мерейтойы құтты болсын. Папа екеуіңіз әрдайым қол ұстасып, бірге бақытта, шаттықта өмір сүріңіздер, біздің қызығымызға тоймай. Келген қонақтардың бәріне рахмет, алыстан, жақыннан болсын. Бәрі сол Нарынқол, Тараз, Талғардың жан-жағынан келген туысқандар ғой бәрі. Барлықтарыңызға рахмет. Мен туысқандарыма рахмет, алыстан келген мамам бар. Осы бір енді маманың 60 жасы ғой, бәріміздің себеп болып жиналып отырғанымыз. 70 жасын, 80 жасын тойлай берейік, Құдай қаласа аман есен, бәріміз бақытта, шаттықта өмір сүрейік. Бала-шаға аман болсын, бейбітшілікте өмір сүрейік бастысы. Бәрекелді. Апа, жастан жасқа тола бер. Аспанда қанша жұлдыз бар, сонша жасым болсын. Біздің қызығымызды көріп, немере шөберелерінің қызығын көріп, бай бол. Әумин. Бірдеңеден қиналып жүрсің ба? Ассалаумағалейкум ағайындар. 60 жасыңыз құтты болсын, келіп жеткен. Денсаулығыңыз мықты болсын. Әрдайым осылай күліп ойнап, алдымызда жүре беріңіздер. Рахмет.
Құдай жан. Или жылап алшы бір от души Алтынай. Жаным, бір шапалақ ұрмайсыздар сіздерде. Тегі. 100 жасаңызшы, анашым. Папа. Жылы сөз деген негізі жүректен жүрекке бару керек қой, андай жүректен шығып тұр да. Денсаулықтарыңыз болсын ең бастысы. Қасымызда жүре беріңіздер. Мына тұрып жатқан үйіміз енді әлі берекелі. Кішкентайымыздан сол үйде өстік. Енді иншалла келесі жылға дейін сіздерге осы Тұзды Бастаудан жер біздің отбасымыздың атынан келесі жылы новоселимен тойға шақырамыз иншалла. Жер. Енді жер болса үй көтеріледі ғой иншалла. Үй деп айта салатын ыңғайы келмей тұр, енді жер бар ең бастысы. Ең бастысы ниет қой, Құдай қаласа Алла өзі берекетін береді. Бұл көре алмайтын шапалақ деп аталады ондай кезде. Ал, Әлеке. Ардақты анашым, қадірлі қонақтар, бүгін біздің отбасы үшін ең ерекше, ең қымбат күндердің бірі. Бүгін біз өміріміздің тірегі, жүрегіміздің жылуы, шаңырағымыздың берекесі болған Асыл анамыздың 60 жас мерейтойын атап өтіп отырмыз. Анашым, сіз бізге өмір сыйлап қана қоймай, бізді адам қылып тәрбиелеп, сіздің мейіріміңіз бен ақылыңыз, сабырыңыз бен махаббатыңыз біз үшін әрқашан үлкен үлгі. Біз үшін сіздің орныңыз әрқашан бөлек, сіз біздің өміріміздегі ең қымбат жансыз. Сіз бізге әрдайым дұрыс жол көрсетіп, қиындықта демеу, қуанышта тірек болдыңыз. Біздің әр жетістігіміздің артында сіздің еңбегіңіз, ақ тілегіңіз бен аналық жүрегіңіз тұр. Анашым, сізге Алла ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, жүрек тыныштығын берсін. Немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, әрқашан біздің ортамызда аман есен күлімдеп жүре беріңіз. Біз сізді шексіз жақсы көреміз және әрқашан мақтан тұтамыз. 60 жас мерейтойыңыз құтты болсын, жаны анашым. Алла сізге ұзақ әрі бақытты өмір нәсіп етсін. Құдай қаласа менің үлкен тойымда басымызды қосуға нәсіп етсін. Ана, жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған. Рахмет. Өзім былай сөйлесем Алтынай сияқты жылап қалам, сондықтан оқып берейінші деп бағана айтқан әлбегілдарыңыз. Жүректен шығып жатыр. Көңілдері толқып тұр, жүректерімен сөйлеп жатыр. Қуаныштың көз жасы. Бұндай тойға жеткен де бар, жетпеген де бар ағайын. Шын ғой, енді сіздер қатарға келіңіздер. Екеуіңіздің рахметтеріңіз болсын осы отбасыңызбен бірге, төрт көзіміз түгел, жалпы жұртқа бір ауыз тілек айтайық. Папа? Құрметті міне қонақтар, барлығына рахмет. Мына оқу жаңағы уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Бәрі бақытты болсын, дендеріңіз сау болсын, әр үйде осындай той бола берсін, жастарыңыз ұзақ болсын. Мына осы коллективке, мына тамада басқарған мыналар концерттерге бәріне рахмет. Только жақсылық болсын. Не айтам енді, Нұргүлдің жасы ұзақ болып, бақытты болып, көңілді ойнап көріп жүре берсін. Өзін айтсаңызшы. Жалғастырасың. Маған айтып. Өзіне қарап бір құттықтаңызшы туған күнімен. Өзім бе? Қалай? Тілегіңізді айтсаңызшы енді өзіне. Жақсы көрем. Жақсы көрем. Бітті. Бәрі соның ішінде жатыр ғой. Жаным, шапалақтарыңыз қайда? Ойбо. Аллаға сан шүкір, біздерді адам қылып жаратып, осы өмірге алып келіп, осы баршамызды осы бүгін мына Алқа мейрамханасында біздердің мерейтойымызды бөлісуді нәсіп еткен Аллаға болсын барлық мақтан мадақтау.
біздерді бірінші Аллаға рахмет адам қылып жаратқанына. Одан кейін ата-аналарымызға рахмет. Бізді осы өмірге әкеп осы халге жеткізіп кеткен. Жау кісілердің жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Бұл дүниедегі біліп-білмей істеп кеткен күнәларын кешіріп, Алла тағалам о дүниенің жәннатын нәсіп етсін. Құрметті қонақтар, туысқандар, құда жекжаттар, достарымыз, бауырларым, Тұрымқан шешем, Нұрымқан шешем, мына жерде арнайы айтайын сіздерге. Раишка құдағиым, сонау мен үшін жаныңызды беріп жүрген, Санара құдағиым сонша жерден келген. Анар, Айгүл, Ырысбек, сіздерге Аллаға сан шүкір, рахмет. Сіздерде құдағи құданың барына шүкір. Мына жерде біздің нағашыларымыз отыр. Нұрланның нағашысы, менің нағашым әке-шешем болып кеткен. Аға тәте, рахмет, жастарыңызға құлдық. Жастарыңыз ұзақ, дендеріңіз сау болсын. Ол жерде менің қайнатам отыр. Аға, кеше ғана келдіңіз сіз, менің тойыма асығып келдіңіз. Мына ниетіңізді Алла тағалам қабыл етсін. Сонша жай, сонау Арабияға, умраға барып келді. Алла тағалам тек қабыл еткен қажылықтан болсын. Оның бер жағында қайнаған бар. Сіздерге де Алла тағалам сол кісінің жолын беріп, сіздер де сол жаққа барып келді нәсіп етсін. Мына жақта өзім бауырларым отыр, енді сіздерге көптеген рахмет. Сіздердей бауырдың баған барына. Құдайға шүкір, біздер досты адам қып туып, осы өмірге келіп кеткен әке-шешемізге рахмет. Сіздерге де рахмет, сіздердей бауырымның барына ақыл айтып, жыласам, жуатып, құласам, тұрғызып жатқан сіздердің арқаларыңыз. Рахмет, сан шүкір, Алла риза болсын сіздерге бәрлеріңізге. Мына жерде достарымыз отыр, жақсылығымызды бірге бөлісетін, Құдай жаманшылықтан сақтасын, сөзіміз бір, ішімізді толып кетсе босатып алатын достарымыз отыр. Міне, Құдайға шүкір, мұндай достардың барына сіздерге де рахмет. Мұнда менің 1-ші класстан тайғұлындай тебісіп, 10-ші классқа дейін бірге бір нанды бөліп жеп, ол біздің заманымызда пряник деген болатын. Сол пряникті магазиннен, буфеттен жүгіріп барып 15 теңгеге 3-4 аламыз да 15 тиынға. Соны бірге бөлісіп жеген класстастарым отыр. Сендердей класстасымыздың барына Құдайға тауба, шүкір, ортамыз азаймасын. Мына жерге келсем, Құдай шүкір, мынандай нұрландай жар тапқаныма. Мінекей, қайныларым бар, қайын сіңілдерім бар, күйеу балалар бар. Сендерге де көптеген рахмет айтам. Енді менен жассыңдар, бізден кішісіңдер. Нұрекеңнің 60 жасын, 63 жас берсін, менің 60 жасымды берсін. Алла тағалам сендерге осындай жасты нәсіп етсін. Мына Арайкам, кіндік балам, Айдосым, сендерге де рахмет жандарым. Жастарың ұзақ болсын, дендерің сау болсын. Енді ана Арайка деген қызды мен өзі 40 күн емізгем негізінде. Күнде барып емізіп беріп кететім, Құдайға шүкір, міне қызым ер жетті, бой жетті, өзінің кәсібі бар, тірлігі бар. Сан шүкір, өз жанын өзі бағып жүрген қыз. Рахмет Арайкам, денің сау, үлкен азаматша бола ғой. Мына жерде тағы баламның, дәулетімнің достар отыр. Олар да сол кішкентай қыңқета қасақ жүгіріп шауып келеді. Құдайға шүкір, Берік деген менің өзің сіңіп кеткен балам бар. Осы балаларымның дені сау болсын, баламның бір жағына шығып жүрген балалар. Қиыншылықта да, жақсылықта да, қуанышта да бірге осылар бізді бөліседі. Рахмет сендерге, Алла риза болсын. Бекебай, басқа балаларға сәлем айтасың менен жаным. Мына жақта менің бала-шағаларым бар. Өзі кетіп қалса да, көзі деп мына сіңілімнің қыздары бар. Гүлназ бар, Гүлзат бар, Айгерім бар, анда Мухам отыр. Сәниям бар, Құдайға шүкір. Сендерге де Алла риза болсын жандарым, мама деп жандарың қалмайды. Осы менің жасаған 60 жасымды сендерге де Алла тағалам нәсіп етсін. Анда Ботабай деген қыз отыр, ол менің бір жақсы көретін қайын сіңілім. Ол қыз да тоже папасын алып қажылыққа барып келді. Мінекей, барлық бала сол Ботадайды болсын. Әке-шешесін қажылыққа алып барып келді осы недавно. Құдайға шүкір, мінекей, папасымен бірге барып, самолет таппай қалды, екеуі ұшуға қайтып, әйтеуір Аллаға шүкір, аман есен
бір Алланың арқасында келдіңдер. Қабыл болсын жаным. Мұнда менің бауырым отыр. Жаным, сен айтайын деп тұрмын, ерекше айтайын деп тұрмын. Кішкене өздері өткенде Дәулет екеуі кішкене бір нәрсеге Алла тағала сынақ беріп қойды. Балдағы мен болса да осы жерге Дәулетімнің бірге ішіп бірге жүрген жолдас баласы. Жаңағы таяғын сүйретіп болса да осы жерге келіпті. Жаным, жасың ұзақ, Алла тағалам шипа берсін, ауырма. Менің жасымды сендерге де берсін, 60 жасты сендердің де тойларың осындай болып, бәрің бірге жаңағы қарсы алып 60 жаста өмір сүрулеріңді Аллам нәсіп етсін. Ал енді құрметті қонақтар, ешкім қалып қалған жоқ па? Менің бала шағамды сосын айтайын. Келгендеріңізге көптеген рахмет айтамын. Басым дейіп баршаларыңызға сәлем беремін. Бәрекелді. Аллаға шүкір, сіздердей достың, сіздердей туыстың, сіздердей бауырдың, сіздердей қонақтарымыздың барына. Мінекей алыс жолды жақын қып, ешқандай шаршамай, ораза кезінде ауыздарыңыздың берігіне қарамай, біздің тойдыға келгендеріңізге көптеген рахмет айтамын. Айдың сұлтаны, ораза айында, Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз Алла тағалам қабыл етсін. Келесі жылдың оразасына аман есен жетуімізді нәсіп етсін. Бүгін жаңағы көрісу күн болып жатыр. Мен енді ойламаған күннен бұл күнді жай қоя салғамыз ғой. Күнді мына балашаға осы күнге деді, осы күн болып қалдық. Енді бүгін көрісу күн екенін білмеппін. Алла тағалам оны да сіздермен нәсіп етіп көрісу күнде қауышып жатқаныма тағы қуаныштымын. Рахмет баршаларыңызға, келгендеріңізге. Алла тағалам тек жақсылықта, амандықта, осындай жақсы дастарханда отыруымызды нәсіп етсін. Енді мен бала шағама айтатыным, Құдайға шүкір, осы балаларды маған бергеніне. Дәулетімнің семьясы бір төбе, Алтынайымның семьясы екі төбе, Әлібегім үйленіп жатса, бұл бір төбе, бұл менің кенжем. Бұның барлық ісіне бәріне біз мақұл жасаймыз. Сондықтан үйленем дей ма, ертең үйленеді, бірсі күн той жасайым мен дегесің ба? Құдайға шүкір, Құдағи, Сәке, Рая Құдағи, мұна Айкодай келінді маған өсіп өп-үлкен қып бере сағандарыңызға шүкір. Тек басым дейм осы сіздерге. Құдайға шүкір, осындай келінімнің барына, ондай келінді тауып берген Дәулетіме Құдайға шүкір, мінекей. Аллаға көзден, тілден аман болсын. Міне Айком 17 жасында маған келген, қазір 30-дан асып кетті, Құдайға шүкір. Немерем бар міне Нұрәлиім, өзіміздей болып қалды. Алла тағалам дендеріңе саулық берсін. Семьяларың бақытты ғұмыр кешіңдер. Жаңағы қайын сіңліңнің, досыңның беріп жатқан қажылығына барып, Алла тағалам сол жақсы бір Алла тағаламның қабыл еткен қажылығынан болып, Алла тағалам ниеттерін қабыл етіп, жақсы бір үлкен жаңағы жерге барып келулеріңді Аллам нәсіп етсін. Енді менің қызым ол мүлдем ерекше. Мама, мен неғып жалғызбын дейді кейде. Енді Алланың бергені ғой, мен қолымнан жасағам жоқ ешқайсысын. Алланың бергені солай болды. Құдайға шүкір, екі бауырың бар, семьяң бар, екі қызың бар. Жаным, денсаулығың болсыншы, басқа саған ештеңкенің керек жоқ. Сенде басқа дүниенің бәрі бар. Тек сенің денсаулығыңды Алладан жатсам тұрсам сұрайым, сенің денсаулығың болса, басқа дүниеңнің бәрі түгел болады. Үйің бар басыңда, жайың бар, семьяң бар, астыңда мәшинең бар, бәрі бар. Денсаулығыңды сұра Алладан. Рахмет жандарым. Бәрлерің жаңағы бар ойларыңды, ниеттеріңді айтасыңдар, соны Алла тағала еселеп берсін. Инабат, ибалы, салиқалы ұрпақтан болыңдар. Әумин. Маңдайларың сәждеде, жүректеріңде имандарың, Алла ауыздарыңда Алла тағалам өмір бойы түспейтін қып жасап қойған шақта жүргендеріңді нәсіп етсін. Тек амандықта мына Ерсұлтан да бір төбе күйеу бала. Ереке деп чауып біледі, оған да шүкір, осында күйеу баланың барына да шүкір. Екі қызы бар, жаңағы өлең мамасымен бірге мамалап өлең айтып жатқан.
бір күні ана үлкен қызына мен айтам ғой, Ақбөбек сен мені мама деп айтшы деймін ғой. Сөйтсе маған бетіме қарап қиылып тұрып айтады, өзі кішірек кезінде маған қатты жақын бірге жүретінбіз ғой, қонады мен жанында. Маған айтады, саған сізге қарап тұрып мама дейін десем кәрісің ғой дейді маған. Сол айтқандай бұлар да сол менің жасымды беріп енді. Осындай жасқа жетсін жандарым. Рахмет, мына тойды осылар. Мен негізінде біз мына класстастарымыздың арасында бір кішігірім осындай шай өзі биылғы жылға барлығымыз бірімізден кейін біріміз жасап атқамыз. Соны класстастарыммен ғана өткізейін деп едім. Мама, қалай ол солай болады? Жоқ, олай болмайды. Сіз ағайын туысыңыз бар, құда жекжатыңыз бар, ел жұртыңыз бар. Одан да тып-тыныш кішігірім болса да 100-150 адамға, 200 адамға жасайық деп шақырған ниетіміз бар еді. Келгендеріңізге көптеген рахмет айтамын. Осы балалы шағамның арқасы бәрін өздері істеп, өздері бәрін жөндеп, сендердің де мына бала шағаларың осындай сендердің жастарыңды жасап берсін. Осындай той томалақта бәршамыздың басымызды қосатын Алла тағала еселеп қайтарып берсін. Әмин. Ал енді жаным, Айбек арқылы айтайын ба, өзім арқылы айта берейінші. Айбектің арқасы енді, ол мен оған жалтармаймын. Айбекке бір звонок жасадым, болды. Мама, Айбек не жасама деді. Не переживай, бәрін арманы болады. Өзіңді таныстырды жаным, рахмет. Тойыңыз айбат өтеді деді. Құдайға шүкір, енді бағаны бұл кісілер береді. Мен жүгіріп жүріп, мен ештеңке білмеймін. Бағаны сіздер бересіздер. Ертең маған WhatsApp-ыма жазасыздар тамаданың қандай болғанын. Сондықтан жаным, рахмет, Алла риза болсын. Рахмет. Мына кісіге ештеңе айтпайсыз ба, жан? Көке? Айтам қазір. Ренжіп кетіп баратыр ғой уже. Өзім ұстап қалмасам. О кісіге бөлек. Енді айтады аға сізге, енді айтады. Алла тағалам екі дүниенің бақытын нәсіп етсін, Нұрсұлтан. Рахмет жаным, еңбегіңнің жемісінде. Мына жерде мына неге түсіріп тұрған балаларыма да көптеген рахмет айтам балаларым. Тек еңбектеріңнің жемісін жеңдер. Ана музыкант балама да соны айтам. Енді Нұрекеңе мен айтатыным ерекше. Жаңғана Нұрсұлтан гүл берді деп сен ренжіме. Ол бала махаббат болған. Бірақ мен оған, ол сөз айтқан, мен оны қабылдамай қойғам. Ол сонымен иттей болды да басқа бір құрманың қызына бапты да. Енді қазір бүгін гүлін көтеріп, сығырайып кеп тұр ғой. Қалжың ғой, қалжың енді. Қалжың болғаннан кейін айтып жатырмын. Біздер екеуміз отасқанымызға міне 35 жыл тура толып тұр екен. Сонымен бұл кісіге айтам. Екеуміздің 35 жылымызды айтайық. Сен жаның аман болып, Алла нәсіп етіп атса, сентябрь айында сен пенсияға келесің. Пенсия дейік десем, қойш айтпашы дейді да, маған неге? Қойш керек жоқ, мен пенсияға толмай айтпа дейді да. Жарайды деп сонымен алып тастадық қысқасы. Енді бұл кісі Құдай жеткізсе міне шығып та қалады ғой. Онан кейін келесі жылы оның артынан іле-шала қуып, аттап мен жетем. Соныменен ары қарай пенсия той тағы болып қалады деген ниет бар, оған қайын әлібек үйленіп алмаса. Ал енді Нұрекеңе айтам. Денің сау болсын, аман бол. Ақша деген кезде ақшаңды алып маған жүгіріп келіп тұр. Тек амандықта жүр, денің сау болсын, ауырма. Мына бала шағаңның қызын екеуміз тең көрейік. Екеуміз менің шешемнің 93 жасын берсін. Шешем 93-ке келіп қайтқан еді. Сол кісінің жасын берсін. Аман есен болайық. Жаңағы Алтынайдың беріп атқан участогіне бір коттедж үй салып соған тұруды Аллам нәсіп етсін. Сен тендеріңді тоқтатпа, мен басқанды қоймаймын ғой, қорықпа. Рахмет келгендеріңізге көптеген рахмет айтам. Баршаларыңызға рахмет айтам, көптеген рахмет баршаларыңызға. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Енді анамыз барлығын қамтыды, ешкім қалып қойған жоқ шығар. Дегенмен де қазақта жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тия жоқ дейді ағайын. Енді бүгінгі тойда азды көпті кетіп қалған қателіктер болса, той иелері жақтан, я болмаса асабалар жақтан, я болмаса мейрамхана жақтан көңілдеріңізден шықпай алған дүние болса, жаманы болса жасырып, жақсы болса
асырып айта жүрсіздер деген ойдамыз. Жалпы бүгінгі той иелерінің жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Жұмыла жасаған аяулы анамыздың 60 жас мерейтойы қалай өтті ағайын? Міне. Үлкен рахмет. Құрметті көпшілік, рас, ол хақ қой, той көпшілікпен өтеді. Сіздер болмасаңыздар, біздер бұл тойды кімге жасаймыз? Сондықтан құрметті көпшілік, құрметті көз көргендер, сіздер аман болыңыздар. Ал қуаныштарыңыз құтты болсын тағы да. Нұргүл апай, расымен де бір көргеннен бір ерекше адам екеніңізді байқадым. Сенім білдіріп маған тапсырғандарыңызға рахмет. Той деген үлкен уайым, оның артында қаншама дүние еңбек жатыр. Аман болыңыздар. Әрқашан ұл қыздарыңызды марқайып жүрген көріңіздер. Алла нәсіп етсе, мына немерелердің қартайған көріңіздер. Шөберенің таққа, шөпшектің атық отырған көріңіздер. Тек жақсылық той көріп ортамызда жүре беріңіздер. Шын жүректен рахмет. Сіздерді енді жайғасуға шақырайын. Өйткені той бастарымызды табыстайтын боламыз. Құрметті ағайын, енді бізге қызмет жасап жатқан бүгінгі кешімізде тік тұрып шапқылап жүрген оператор, видеограф, фотограф бір заларға бір қошемет ұрып қояқшы. Үлкен рахмет жігіттер. Және де бүгінгі тойларыңызда асабал қызмет жасаған мына бала қай бала демеңіздер, бөтен емес ағайын. Өздеріңіздей бір қазақтың баласымын, орта жүзің ұлымын, наймандардан тараған ұрпақтардың бірімін ағайын. Сұрасаңыз елімді мен найманның баласы. Туған жерім Алакөл, Шарал қаласа, жастайымнан өнер жолын қуғанмын, сол қаланың ауылы Қарабұлақта туғанмын. Бүгінгі тойларыңызды жүргізген Нұрсұлтан деген ұлдарыңыз мен балам ағайын. Той құтты болсын. Біз жақта тау жоқ, бірақ тау қопарады. Раттар батыр. Біз жақта тау жоқ, бірақ тау шыбықтай. Аманта сауықта жолғайық. Дәл осындай той келесі сіздердің шаңырақтарыңыздағы тойдың бастамасы болсын деген ниетпен той иелерінің атынан ерекше махаббатпен дайындалған сый-сияпат той бастар. Қабыл алыңыздар. Жиналып қалғым құралсаң, сөйледен бізге ұйғарсаң, бұл көрген айдайын той болады дегеннен. Халыққа хабар таратқан аят жүрегін жаратқан, әже киіп жасантып, отауда тігіп от жаққан, байрақта тігіп ат шапқан, жыржысы болса жырлатып, аламан басын құрлады бай, жақсыларға тыңдатқан, тартысы болса тартысып, айтысы болса айтысып, бұнда дәуір болады нейгі жігітке тұңғатқан, жиналған топтың құралына жыржыдан өнер сұрадың, сұрағандарың ай сөз болса, қалағандарың ай біз болса, қандай көптің құмарын шын жабытым ау келгенде, ағыным даса яудырған ай мен қайнар өзен құлағым. Қабылаңыздар, той иесінің атынан современный той бастар. Той жұғысы болсын. Енді Иісқазақ мұсылманымыз ағайын, дастарханға бисмилля деп отырып, әумин деп ас қайырып бірақ тұрған еліміз. Ақ дастарханнан үлкен ешкім жоқ деп аталарымыз айтатын білесіздер. Несіпбай көкім ас қайырып берсе, тойымызды қорытындыласа, қай жақта о кісі? Ал, әумин ағайын, алақан жайық, ақ білекті көтерейік, ас қайырамыз ағайын. Әумин. Бисмиллахиррахманиррахим. Дастарханыңыз бай болсын, қазан ошағыңыз май болсын, тойыңыз тойға ұласып, балаларың бақытты болып, жастан жасқа келе беріңдер. Мың жасап, ойнап күліп, біздің тойымызды алғай жүре беріңдер. Болды. Болды. Әумин. Жаңадан шыққан необычный бата болды көңе. Ал, қадырмен ағайын, аманта сауықта жолығайық. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі сіздердің шаңырақтарыңыздағы дүбір думан тойда жүздескенше ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын. Қоя алмас ешкім нүктесін, қазақтың тойы бітпесін. Ал енді баршаларыңызды бірлеріңіз қалмай ертең сайлауға баруларыңызды сұраймыз. Еліміздің ертеңі үшін теңіздей тамшылай болсын, үлес қосыңыздар. Амандықта қауышайық. Ішпедім арықтан сулаймады.